Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода шифоновый бисквиттен дайындалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Тортты бисквит жасаудан бастаймыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Сары уыздың үстіне бірден сүтімізді жылы және сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ситадан өткізілген ұнның үстіне қопсытқышымыз саламыз. Жұмыртқаның ақ уызына бір шымшым тұз салып, көпіргенше миксердің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқа көпіршіп бастаған кезде қантымызды жайлап 3 бөлікке бөле отырып қосамыз. Дайын болған 3 массаны кезекпен кезек араластырып шығамыз. Дайын болған қамырды қысып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіреміз. Піскен бисквитімізді формадан шешпей 10 минут суытамыз. Көп суытпаймыз. Содан кейін формадан шешкеннен кейін бірден пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Екі сағат тоңазытқышта тұрған бисквитті пышақтың көмегімен 4 қоржыға бөліп аламын. Біздің бисквитіміз құрғақ болып шықпайды. Бұл сондай жұмсақ, ылғалды болып шығатын бисквит. Сондықтан пропитка жасамай қойсаңыздар да болады, жасасаңыздар да болады. Енді тортқа ішкі крем дайындаймыз. Сливкеге қантты қосып, миксердің көмегімен араластырып аламын. Қант толық ерігенше миксерлейміз. Қант ерігеннен кейін үстіне творожный сырымызды саламыз. Творожный сырды салғаннан кейін крем қоюланып, дайын бола бастайды. Толық араласқаннан кейін кремді қапқа сала отырып, пайдалана беруге болады. Дайын болған кремді кондитерлік қапқа сала отырып, пайдалану өте қолайлы. Менде 4 корж, яғни 3 прослойка крем болады. Таразының көмегімен кремді 3-ке бөле отырып жақсаңыз, сізде креміңіз бірдей мөлшерде жағылып шығады. Жиналған тортымызды крем сіңу үшін тоңазытқышқа 8 сағатқа қойып қоямыз. Енді тортымыздың сыртын қаптауға сары май мен крем чиз дайындаймыз. 82,5% сары майды үй температурасында тұрған ағарғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Сахарная пудраны қосып, екеуі біріккенше тағы да араластырамыз. Бұл крем тек 3 ғана ингредиенттен тұрады: сары май, сахарная пудра және творожный сыр. Және үстіне творожный сырымызды салып миксерлейміз. Маған аппақ торт қажет, сондықтан мен ақ краситель қостым. Сіз өзіңіздің қалаған түсіңізге боясаңыз болады кремді.
Креміміз толығымен дайын болды. Енді кондитерлік қапқа сала отырып, тортымызды қаптаймыз. Тоңазытқышта 8 сағаттай тұрған тортымызды қаптап бастаймыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, кондитерлік қаптан біркелкі шығара отырып, кремімізді айналдыра жағып шығамыз. Айналдыра жағылған тортқа кремді спатуланың көмегімен тегістеп аламын. Қаптап дайын болған тортты 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Содан кейін барып, тортымызды безендіруді бастаймын. Мен тортымды өзімнің жаңа жылдық тақырыпта безендірдім. Осы рецептпен тортты дайындап, кез келген тақырыпта тортыңызды безендіре берсеңіз болады. Міне менің тортым дайын болды. Сіз өзіңіздің шығармашылығыңызға ерік беріп, бұдан да керемет етіп безендірсеңіз болады. Бұл торттың дәмі өте керемет шығатынына сенімдімін. Жасап көріңіз және каналға тіркеліңіз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.